Сәлем баршаңызға. Көбіміздің сүйікті ерекше күндері әзірленетін тағамдарымыздың бірі манты дайындаймыз. Алдымен қамырын дайындап алайық. Електен өткен ұнымызға аштығымызды, қантты және тұзды қосып араластырып аламыз. Кейін үстінен жылы суымызды құйып, қамырын илей бастаймыз. Кейін қамырымыз аздап біріккен соңында сұйық май құйып, жақсылап 8 минут аралықта жұмсақ қамыр илейміз. Сонымен қатар сізде қолға жабыспайтын қамыр шығады. Дайын болған қамырымыздың бетін жауып, жылы жерге көтерілгенше 1,5 сағатқа қоямыз. Осы аралықта салмасын дайындаймыз. Ол үшін 2 үлкендеу пиязымызды блендердің көмегімен ұсақтап аламыз. Етімізден кез келген фарш жарайды. Фаршқа тұз және қалауыңызша қара бұрыш сепсеңіз болады. Және бастапқы туралған пиязымызды осы фаршқа қосып, жақсылап біркелкі етіп араластырамыз. Көтеріліп дайын болған қамырды алып, столдың үстіне қойып, бірнеше бірдей бөліктерге бөліп, домалақтап, қамырын жая бастаймыз. Жайылған қамырға дайын салмадан салып түйеміз. Яғни қамырдың шет-шетінен айналдыра отырып, бүрме қылып түйеміз. Дайын мантыларымызды манты пісіретін арнайы ыдыстың, яғни мантаварканың астын жұқалап майлап аламыз да, түйілген мантыларды саламыз. Манты буда тұрып 40-45 минутта піседі. Мантыларымыз дайын. Дастарханға қаймақпен немесе майонезбен ұсынсаңыз да болады. Мантыны бірге кесіп қарайық. Өте дәмді әрі сочный болып шығады. Дайындап көріңіз. Рецептім ұнаса лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаймыз. Ас болсын.